Жер шарындағы ең үлкен теңіз Каспийдің құшағында тербелген Ақшұқыр мектеп-лицейі тәрбиеден кенжелеп, білімнен ақсап қалған емес. Оқ бойы озық тұрған шығармашыл ұстаздары да көк теңіздің көлеміндей идеяға бай келеді. Оқушылардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастырып, білікті мұғалімдердің тәжірибесін практикада ұштастыру негізінде іс-шаралар жоспары жасақталды. Дәл қазіргі сәтке дейін шәкірт бойындағы өлшеусіз дарын екшеленіп, қисапсыз өнер сараланды. Жаңа оқу жылын жас таланттармен бастау үшін Ақшұқыр мектеп-лицейі жұлдыздарын іздейміз атты апталық белгіленді. Бұл кезеңде балалар ән айтып, өлең оқып, би билеп, жаңа толқынның болмысын паш етті. Кәсіби бағдар бағыты бойынша қалдықтарға екінші өмір сыйлап, бұйым жасау ісі жолға қойылды. Балалар ғаламдағы өзекті мәселе экологияның салдары мен зиянын жүрекпен сезініп, түйсігімен терең түсінді. Көнеден қалған төл өнер тоқыма ісі бойынша да сабақтар жүргізілді. Бұл аптада балған шәкірттер ине мен жіп арқылы неше түрлі құрақ түрлерін жасауға болатынын білді. Ұлтымыздың ұлт болып сақталып қалуы үшін шынында осындай істер мектептен бастау алса керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жау екендігі ежелден белгілі нақыл. Сондай-ақ бейнелі өнеріне қызығатын оқушыларға да мол мүмкіндік жасалды. Неше түрлі сурет салу әдісімен танысып, тәжірибелі ұстаздан мол мағлұмат алды. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің бастамасы негізінде оқушыларға дебат туралы мәлімет айтылып, теориялық сабақ жүргізілді. Бірнеше күннің ішінде пісіп толысқан балалар өз қарым-қабілеттерін ортаға салып сайысқа түсті. Осылайша жаңа оқу жылында жоғары сыныппен қатар бастауыш лигасы да құрылатын болды. 21 ғасырдың өзекті мәселесіне айналған робототехника, STEM технологиясы бойынша да жоспарлар түзілді. Лазерлік технология арқылы ағаш бұйымдарынан өрнек жасауды, робот құрастыруды озық ойлы ұстаздар шәкірт бойына дарытты. Қажет еріктілер клубы құрылып, бастамашыл балғындарға жетекшілік етіліп, әлеуметтік осал топтағы адамдарға көмек көрсетілді. Осынау қайырымдылық шаралары бала жүрегіне адалдық, дархандық, мәрттік қасиеттерді дарытып, қоғамда озық ойлы, көшбасшы болып қалыптасуына сеп болары анық. Спорт, денсаулық кепілі демекші, спорттық ойындар да тасадан қалмады. Балалар бүгінгі таңда футболдан, волейболдан, баскетболдан дәріс алып, жаттығулар жасап жүр. Педагогикалық идеяның нәтижесі бойынша жаңа оқу жылында Ақшұқыр мектеп-лицейінде жүйелі түрде баспасөз бөлімі жұмыс жасайтын болды. Әр апта сайын лицей ТВ арнасы әлеуметтік желілерде жаңалық таратып, лицей FM радиосы күнделікті әуе толқынына қосылады.